Армысыздар, құрметті қазылар алқасы. Мен Бейнеу лицейінің оқушысы Ғылман Нұрай. Біздің мектепте 2024 жылдан бастап экологиялық мәдениеттің жаңа кезеңі қалыптасты. Бұл Жасыл клуб ұйымының құрылуы. Қазіргі таңда клуб құрамында 22 оқушы белсене қатыса отырып еңбек етуде. Біздің жұмысымызға жоба жетекшісі Қылышмұрат Ғалымжан, шығармашылық жетекшісі Машырқова Шолпан, жас эколог үйірмесінің жетекшісі Дантаров Қайсар және де мен Ғылман Нұрай жоба белсендісі. Жобаның мақсаты оқушыларға табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттыру, білім алушыларға экологиялық мәдениеттің қалыптастыру, табиғатты қорғау мен сақтауға үлес қосуына баулу. Төртінші мақсат оқушылардың жауапкершілік пен көшбасшылыққа баулу. Жобаның міндеттері: бірінші міндет жарамсыз қалдықтарды қайта өңдеу, экологиялық көрмелер ұйымдастырып, қайырымдылыққа атсалысу. Екінші міндет табиғатты сүю, қорғау туралы оқушыларға білім беру. Үшінші міндет экологиялық іс-шаралар ұйымдастыру, ағаш отырғызу, қоқыстарды сұрыптау, сенбілік және де эко-акция ұйымдастыру. Төртінші міндет қоршаған ортада болып жатқан мәселелерді таныстыру. Бесінші міндет қоршаған ортада белсенділік танытатын оқушыларды қалыптастыру. Жергілікті экологиялық мәселелерді анықтап, оларды шешу жолдарын ұсыну. Осы QR-кодты сканерлей отырып, Жасыл клуб экологиялық жобаның маңызды құжаттарымен танысасыздар. Енді ұйымның негізгі 6 бағыты бойынша атқарылып жатқан ауқымды жұмыстарына тоқталып өтейін. Бірінші бағыт үнемді тұтыну мәдениеті. Біз үшін экология үнемшілдіктен басталады. Ұйым мүшелері мектепте үнемді тұтыну айдарын тыңғылықты жүргізеді. Біз оқушыларға су мен қағазды үнемдеп қоймай, жарықты өшіру, асханадағы тағамдарды ысырап етпеу сияқты пайдалы әрекеттерді қалыптастырып жатырмыз. Бұл ресурстардың шектеулі екенін және де келешек ұрпаққа керектігін үйретеді. Екінші бағыт жылыжай, мектеп ауласын көгалдандыру. Мектеп жылыжайы біздің практикалық алаңымыз. 7-8 сынып волонтері ретінде оқушылар өсімдіктерді қопсыту, суару және баптау кестесі бойынша жүргіземіз. Сонымен қатар мектептің ауласын таза ұстау, ағаштарды күту біздің күнделікті міндетіміз. Біз осы жұмыстарды істей отырып, еңбекқорлыққа баулып, табиғатпен тікелей байланысты нығайтады. Үшінші бағыт эко-өндіріс және қайырымдылық. Біз қоқыс қалдықтарына екінші өмір сыйлаймыз. Мақта, қағаз және де пластик қалдықтарынан адамдар тұрмысқа қажетті бұйымдар жасайды. Күзгі жәрмеңке және эко-көрмелерде біз өзіміз жасаған бұйымдарды сатылымға шығады. Сүйікті ұстазыма сыйлық атты акция аясында оқушылар өздерінің сүйікті ұстаздарына сыйлық тарту етіп, мектепке ерекше жылу орнатты. Нәтижесінде біз оқу жылы басында 30 000 теңге қаражат таптық. Бұл қаражатты мектепке жол акция, қайырымдылық акциясына салып, көмекке мұқтаж оқушыларға көмектестік. Енді бұл қайырымдылық көрсеткішті ұлғаюына көздеп отырмыз. Төртінші бағыт экологиялық тандық сын сағаттары. Білімсіз әрекет нәтижесі. Сондықтан да біз лицей оқушыларына экологиялық тандық сын сағаттарын үздіксіз өткіземіз. Жаһандық мәселелерді Бейнеу өңіріндегі табиғатпен байланыстыра отырып, экологиялық оқушылардың сауаттылығын арттырудамыз. Біз тек оқушыларға мәселелерді айтып қоймай, оларды бірге талқылаймыз. Бесінші бағыт жасыл дәліз, бөлме гүлдеріне күтім. Дәліздегі әрбір гүлдер Жасыл клуб ұйымының қамқорлығында. Біз олардың ерекшелігіне қарай оны баптап, тұрақты суарып, шаңын сүртеміз. Біз осы арқылы мектеп үшін таза ауаға толтырып, эстетикалық сұлулыққа септігін тигізеді. Алтыншы бағыт қоқыстарды сұрыптау, тазалық кепілі. Біздің лицейімізде арнайы жәшіктер орнатылған. Қағаз, шыны, пластик. Олар жеке жиналады. Ұйым мүшелері олардың дұрыс жиналуын дұрыс қадағалайды. Біз осыларды сұрыптай отырып, өңдеуге жіберудің маңызын оқушыларға түсіндіріп келеміз. Күтілетін нәтижелер экологиялық сана-сезімнің артуы. Бірінші, табиғатты қорғау деген түсінік оқушыларда кеңейеді. Екінші, қоршаған ортада жауапкершілік қалыптасады. Үшінші, экологиялық мәдениет. Екінші, практикалық. Бірінші, қалдықтарды сұрыптау, қайта өңдеу жолдарын меңгеру. Үшінші, көгалдандыру, ағаш отырғызу. Төртінші, су мен энергия үнемдеудің дағдылары. Үшінші, қоршаған ортаның жақсаруы. Бірінші, мектеп ауласының тазалығы артады. Екінші, жасыл желек саны көбейеді. Үшінші, қоқыс саны азаяды. Қорытындыға келетін болсам, Жасыл клуб бұл тек қана мектеп үйірмесі ғана емес, бұл үлкен жүректі еріктілердің ортасы. Біз ұстаздардың қолдауымен қоғамға пайдамызды тигізуді үйрендік. Сонымен қатар
Біздің атқарған жұмысымыз таза болашаққа бағытталғандыққа. Назарларыңызға рахмет.